Қазақстанда кәсіпкерлердің басын біріктіріп, оларға қолдау көрсететін ұлттық палата құрылу керек. Бұл туралы бүгін Сенаттың экономикалық даму және кәсіпкерлік комитетінің отырысында Атамекен одағының басшысы Абылай Мырзахметов мәлімдеді. Ұлттық экономикалық палата төрағасының айтуынша, кәсіпкерлердің арнайы палатасын құру арқылы елдегі шағын және орта бизнесті дамытуға жол ашылады. Яғни палатаның аймақтардағы бөлімшелері шаруасы шатқаяқтаған шалғай ауылдардағы кәсіпкерлердің құқығын қорғауға мұрындық болады. Әрі қазір үкімет атқарып отырған біраз шаруаны сол палатаға жүктеуге болар еді дейді Абылай Мырзахметов. Сондай-ақ басқосу барысында атамекендіктер кәсіпкерлердің аяғына тұсау болатын әкімшілік кедергілерді жоюды талап етті. Біз жақында ғана мысалы оңтүстік облыстар болып қайттық, сондағы мақташылардың әсер шаруашылық айтатыны жаңа жыл өткеннен кейін бастап майға дейін бізде егін егу басталу керек. Соға дейін 6 ай бойы қағаз жинаумен айналысамыз дейді. Мысалы Казагрофинанс, Казагроагро нелердің структураларына барып, несие алу үшін қағаз жинаумен айналысады. Егер ұлттық қордан банкілерге несие берілетін болса 0%-бен, ал коммерциялық банктер оны 5%-дан асырмай шағын орта бизнесқа беру керек. Міне осы мәселені қарау керек.